Қайырлы күн, құрметті тыңдармандар. Эфирде Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Қостанай өңірлік университетінің журналистика мамандығының студенттері және микрофон алдында мен, екінші курс студенті Кадерова Элеонора. Бүгінгі шығарылым халқымыз үшін ерекше күн, егемен еліміздің ең қастерлі мерекелерінің бірі Республика күніне арналмақ. Аталмыш мереке әрбір қазақстандықтың жүрегінде мақтаныш сезімін ұялататын мереке. Еркіндік пен бірліктің, бейбіт өмір мен жарқын болашақтың нышаны. Бүгінгі эфирімізді осы тамаша мерекеге арнап, өңіріміздің жетістіктерін еске алып, халқымыздың ынтымағы мен рухын дәріптейміз. Құрметті тыңдармандар, сіздерді Республика күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, тәуелсіздігіміз тұғырлы болсын. Ал енді келесі кезекті жаңалықтар айдарына берем. Эфирімізді кезекті жаңалықтармен жалғастырсақ, эфир тізгінінде екінші курс студенті Айша Сейтқан. Қостанай өңірлік университетінде «Қыран елім Қазақстаным» атты патриоттық акцияның қорытынды гала-концерті өтті. Республика күніне орай өткен мерекелік концертке өңірдің талантты жастары жиналды. Қостанай облысы әкімінің орынбасары Бақытжан Нарымбетов концерт барысында облыстың белсенді жастарын облыс әкімдігі мен Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің жастар және отбасы істері комитетінің алғыс хаттарымен марапаттады. Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Қостанай өңірлік университетінің ректоры Сейітбек Қуанышбаев мереке құрметіне орай университеттің педагогтары мен қызметкерлеріне, студенттеріне алғыс хаттар мен төсбелгілер табыстады. Тәуелсіз елдің болашағы білімді де талантты жастардың қолында деп атап өтті Сейітбек Бекенұлы. Тәуелсіз Қазақстанның туы әрдайым биікте желбірей берсін. Мерекелеріңіз құтты болсын. Ал мен бірінші курс студенті Көбекова Мерейім. Назарларыңызға университетіміздің ең қызықты жаңалықтарын ұсынамыз. Қостанай қаласындағы шахматтан балалар жасөспірімдер спорт мектебі нағыз зияткерлік шайқас алаңына айналды. Мұнда Байтұрсынұлы университеті ректоры кубогының финалдық кезеңі өтті. Турнирдің басты мақсаты жастарды шабыттандыру және ақыл-ой спорты түрлерін кеңінен насихаттау. Бой жеткендер арасындағы үздіктерге келетін болсақ, үшінші орын Әлия Мерекеева, екінші орын Алена Белеева, бірінші орын Әйгерім Беделбай. Жігіттер арасында шебер ойынымен ерекшеленгендер. Үшінші орын Әділхан Тұрар, екінші орын Ерсін Қанатбайұлы, бірінші орын Дәурен Бабық. Арнайы номинациялар бойынша марапатталғандар: дебюттегі үздік қорғаныс Андрей Соколов, үздік партия Владимир Крюков, турнирдің ең жас қатысушысы Дмитрий Шрайнер. Айта кетсек, ең жас қатысушылар мектеп оқушылары. Олар ойын кезінде жасына қарамай нағыз кәсіби деңгейдегі сабыр мен ой ұтқырлығын көрсетті. Ұйымдастырушылар Иман Набиев, Анна Жойко және Арлан Медет сынды жас шахматшыларды ерекше атап өтті. Сонымен қатар Қостанай өңірлік университеті ректоры Сейітбек Қуанышбаев турнирдің ең жас құрметті қатысушысы Иман Набиев пен жеке кездесті. Небәрі 10 жастағы Иман Қазақстан құрамасының мүшесі, облыстық және халықаралық жарыстардың жүлдегері, Азия чемпионы және кадеттер арасындағы әлем вице-чемпионы. Сейітбек Бекенұлы жас шахматшыны марапаттап, оған үлкен жетістіктер тіледі. Барлық жеңімпаздар лайықты марапаттарға ие болды. Ақшалай сертификаттар 20, 30 және 50 мың теңге, медальдар, грамоталар мен кубоктар табысталды. Барлық қатысушыларды құттықтаймыз. Жаңа жеңістер, мол шабыт тілейміз. Ең бастысы, алға ұмтылудан танбаңыздар. Жаңалықтарыңыз үшін рахмет, ал біз жалғастырамыз. Эфирде руханият айшықтары айдары. Қайырлы күн, құрметті тыңдармандар. Бүгінгі руханият айшықтары айдары ел тарихындағы ең маңызды мерекелердің бірі Республика күніне арналады. 1990 жылы 25 қазанда қабылданған Қазақ КСР-нің мемлекеттік егемендігі туралы декларация тәуелсіз Қазақстанның алғашқы қадамы еді. Бұл күн халқымыздың сан ғасырлық арманын жүзеге асыру жолындағы тарихи бетбұрыс болды. Республика күні тек мемлекеттік мереке емес, бұл ұлт рухының еркін ойдың және жаңарған елдің символы. Осы күні еліміздің барлық өңірінде мәдени іс-шаралар, көрмелер, концерттер,
және әдеби кештер ұйымдастырылады. Мысалы, Қостанай қаласында өткен «Тәуелсіздік рухы» атты мерекелік концертте жергілікті өнерпаздар ел бірлігі мен тәуелсіздікті жырлады. Бұл мереке өткенге тағзым, бүгінге алғыс және болашаққа сенім. Республика күні ортақ отанымызға деген сүйіспеншілікті арттырып, жас ұрпақтың бойында елдік рух пен патриоттық сезім қалыптастырады. Құрметті тыңдармандар, бірлігіміз бекем, тәуелсіздігіміз тұғырлы болсын. Республика күні құтты болсын. Республика күнінің рухы мен маңызын айшықтайтын игі істер еліміздің барлық өңірінде жүзеге асып келеді. Сондай тағылымды шаралардың бірі Қостанай қаласында қазақ халқының біртуар перзенті, ұлт ұстазы Міржақып Дулатұлына арналған ескерткіштің ашылуы болды. Ескерткіштің ашылу салтанаты Қостанай қаласының орталығында өтті. Шараға қоғам қайраткерлері, ақын жазушылар, жастар және қала тұрғындары қатысты. Мүсін қолыдан құйылып, биіктігі шамамен 3,5 метр. Ол Міржақыптың батыл да парасатты тұлғасын бейнелейді. Мүсін авторы белгілі мүсінші Нұрлан Талбай, ал ескерткіштің тұғыры мен аумағын абаттандыру жобасын жергілікті сәулетшілер тобы жүзеге асырды. Міржақып Дулатұлының есімі еркіндік пен рухтың символы. Қостанайдағы бұл ескерткіш өткен мен болашақты жалғайтын алтын көпір. Ол жадында мәңгі сақталатын белгі. Бүгінгі айдарда біз Міржақып рухына арналған осы мәдени жаңалықпен бөлістік. Міржақып рухына тағзым, республика рухына құрмет, тәуелсіз еліміздің тұғыры берік, келешегі кемел. Дилназ Асылжан, үлкен рахмет. Ендігі кезекте әсем әуенге береміз. Қайырлы күн, құрметті тыңдармандар. Сіздермен бірге ән мен әнші Айдары және эфир тізгінінде мен Қайырбекова Томирис. Бүгінгі әуе толқынымыз ерекше өтпек. Себебі біз республика күніне арналған рухты, жігерлі және мақтанышқа толы әуендерді тыңдайтын боламыз. Олай болса, Қазақстанның ең рухты әрі патриоттық әндер мен әншілер рейтингін бірге қарастырайық. Рейтингіміздің 3-ші орнына ерекше стильдегі орындаушылар Алатау серілері Алаш ұраны әнімен ие болды. Алаш ұраны атты туынды жай ғана ән емес. Бұл әр қазақтың жүрегіндегі елге, жерге деген сүйіспеншілік пен жауапкершіліктің үндеуі, ұлттық рухтан жаңғырған. Бұл ән тарихи сана мен ұлттық болмысты ұлықтайтын патриоттық туынды. Олай болса, сіздер үшін Алатау серілері тобының Алаш ұранын ұсынамыз. Елім дегендер қамын жегендер адал, өріңдір намысы қайнағандар, ел үшін ар үшін қайратын қайрағандар, қазақтың бағы үшін сақтан алашын иманын жиған байға аңғалын, жат қылар жанашырды, дос қылар жаманды, әзәзіл аярлар бар айырар ағанды. Келесі орында қазақтың рухын, намысы мен болмысын дәріптейтін бірегей туынды Ерболат Құдайбергеновтың «Мен қазақпын» әні. «Мен қазақпын» әні ұлттың рухын көтеретін, елдік пен бірліктің символына айналған туынды. Әнде қазақ халқының тарихы, қайсар мінезі, ұлттың тәуелсіздікке деген мәңгілік ұмтылысы бейнеленген. Бұл ән әр қазақтың кеудесіндегі от, жүрегіндегі мақтаныш, жанының тереңінен шыққан рухтың үні. Ерболат Құдайбергеновтың «Мен қазақпын» әнін сіздердің жүректеріңізге жол тартпақ. Мен қазақпын мұңы, мәңгірген жүрегімде таныстым мұң тілімен, жылағанда жүрегім күн тұталып, қуанғанда күлкімнен түн түрігін, руым көп солардың аттарындай, мінезім бар таулардың қатпарындай, жырым бар бабалар хаттарындай, әжімім бар бейнеттің таттарындай. Ал енді көптен күткен бірінші орын бұл аптада рейтингінің көшбасшысы Абырой тобы өзінің рух әнімен. Рух әні патриоттық және рухани сипаты бар туынды, халықтың ұлттық сана сезімін оятатын әндердің бірі. Бұл ән Абырой тобының президенттік оркестрмен бірге орындаған хиті ретінде танымал болды. Ендеше рух әні біздің қымбатты тыңдармандарымыз үшін. Тасып жатыр бойда батыр,
İnsanlar жаппа текке күжүртүүдө аспан жердин ээси рай сарайдын маалыматы İnsanlar каппа текке алган бетке көздү жетти кең баланы кадырлеп бабаларың басып өткөн жалында жүрүшүн эгерде кажет болсо жанды берем сен үчүн жалында жүрүшүн. Міне, осылайша бүгінгі үздік үштікті анықтай алдық. Бүгінгі рейтингіміз мынадай. 3-ші орын Алатау серілері Алаш ұраны әнімен. 2-ші орын Ерболат Құдайбергенов Мен қазақпын әнімен. Және 1-ші орын Абырой тобы Рух әнімен. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі эфирімізде жүректі рухтандырып, елдік сезімді күшейтетін әндермен қауыштық. Бірлік пен тәуелсіздіктің мерекесі Республика күні баршамызға құтты болсын. Ал біз сіздермен қоштаспаймыз, әсем әуендермен қайта жолыққанша. Аружан, сөз кезегі өзіңде, спорт жаңалықтарымен бізді хабардар етсең. Рахмет, Элеонора. Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар, эфирде Қостанай облысындағы спорт жаңалықтары. Сіздермен бірге тізгінде мен Аружан Әлімбайқызы. Бүгін мен сіздерге соңғы 2 айда өңірімізде өткен ең қызықты және маңызды спорт оқиғаларын қысқаша шолып беретін боламын. Алдымен Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Қостанай өңірлік университеті туралы айтқым келеді. Университеттің спортшылары облыстық универсиадада керемет нәтижеге қол жеткізді. Дзюдо, волейбол және жеңіл атлетика бойынша жоғарғы көрсеткіштер көрсетіп, жүлделі орындарға ие болды. Әсіресе ерлер футбол командасы финалда қарсыластарын сенімді түрде жеңіп, 1-ші орынды иеленді. Дзюдошылар да осалдық танытпады. Олар 2 алтын және 3 күміс медаль жеңіп алып, оқу орнының намысын асқақтатты. Жалпы облыс көлемінде де спорт маусымы өте қарқынды өтті. Қостанай облысында өткен жазғы спартакиада 20-дан астам команда қатысып, мықтылар анықталды. Ал жастар арасында Денсау ұрпақ ұлт болашағы атты футбол, баскетбол турнирлері ұйымдастырылды. Бұл турнирлер жастардың бос уақытын тиімді өткізуге және салауатты өмір салтын насихаттауға бағытталған. Мұндай бастамалар тек жарыс емес, болашақ чемпиондардың қалыптасуына жол ашады. Қостанай спорты жыл сайын қарқынды дамып келеді. Ал Ахмет Байтұрсынұлы университеті өңірдегі спорт өмірінің нағыз орталығына айналып отыр. Құрметті тыңдармандар, спорт тек жарыс емес, ол денсаулық пен жігердің кепілі. Сондықтан да салауатты өмір салтын ұстанып, күн сайын белсенді болуға шақырамын. Бүгінгі Қостанай облысындағы спорт жаңалықтар айдары осы болды. Келесі кездескенше спортпен айналысып, жеңіске ұмтылыңыздар. Тыңдарман сөз тізгінін қызықты фактілерге береміз, назарыңыз бізде болсын. Сәлем достар, сіздермен бірге Ал сен білесің бе айдарында 2-ші курс студенті мен Тоғжан Қабдырахман. Бүгінгі шығарылымда біз әлем елдерінің қызықты мәліметтеріне шолу жасаймыз. Кей елдер туралы естігенде таңғалмай тұра алмайсыз. Мысалы, Финляндияда 70 мыңнан астам көл бар екенін білдіңіз бе? Сондықтан бұл елді 1000 көлдер елі деп те атайды. Ал Сингапурда көше сағыз шайнауға болмайды. Ол үшін айыппұл төлейсіз. Бірақ соның арқасында Сингапур әлемдегі ең таза елдердің бірі. Ал Исландияға көз салсақ, бұл елде тұрақты әскер жоқ, бірақ халқы бейбіт өмір сүреді және үйлерін жердің табиғи ыстығымен жылытады екен. Көрдіңіз бе, әрбір республика өзінше ерекше. Бәлкім келесі шығарылымда сіздің сүйікті еліңіз туралы да қызықты деректер айтармыз. Олай болса бізбен бірге болыңыздар, келесі шығарылымда жіберіп алмаңыздар. Келесі кездескенше достар, күндеріңіз сәтті өтсін. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі мерекелік радио шығарылымымыз осымен өз мәресіне жетті. Бұл күн баршамызды бір мақсатқа біріктіретін, өткенімізге тағзым етіп, болашағымызға сенім ұялататын ерекше мереке. Ендеше баршаңызға бейбіт өмір, мықты денсаулық, отбасылық амандық пен ел игілігі жолындағы табыстар тілейміз.